Күн сіздермен мен Женерке Сағымжан, министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтарымен таныстыратын боламын. Министрлік басшысы Қайырбек Өскенбаев Франция Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Диде Канеспен кездесті. Кездесу барысында тараптар екі жақты экономикалық ынтымақтастықты нығайту жоспарларын талқылады. Министр екі ел арасындағы тауар айналымының оң өсу тенденциясы бар екенін атап өтті. Бүгінгі таңда Қазақстанда француз капиталының қатысуымен 170-тен астам компания жұмыс істейді. Оның ішінде Total, Alstom, Danone сияқты ірі компаниялар бар. Кездесуді қорытындылай келе, министр Қазақстанның басым салаларындағы Қазақстан-Франция экономикалық ынтымақтастығын кеңейтуге мүдделі екендігін атап өтті. 6 жыл ішінде жеңіл ірі өнеркәсіп энергиясының сыйымдылығы 11%-ға төмендеді. Бұл туралы форумның пленарлық отырысы барысында индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев айтты. Бұл форум Қазақстандағы энергия тиімділігін арттыру жобасының аяқталуын қорытындылауға арналды. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі мен Дүниежүзілік банктың бірлескен жобасы мемлекеттік және әлеуметтік нысандардың энергия тиімділігін арттыруға бағытталған. Жобаның негізгі мақсаты еліміздің энергия үнемдеу саласындағы саясатын жүзеге асыруға үлес қосу. Өнеркәсіптік даму комитеті көлік және ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын отандық зауыттарға талдау жүргізуде. Талдау локализация талаптарына сәйкестігін жүргізді. Сонымен комитет төрағасы Ильяс Оспанов бастаған арнайы комиссия Ақмола облысының ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын кәсіпорындарын аралады. Щучье-Бурабай курорттық аймақтағы жолдарды жаңарту жалғасуда. Атап айтқанда, Текекөл көлінің айналасындағы Чебача көлінің солтүстік айналма жолына дейін ұзындығы 13 шақырым болатын жол салынуда. Қазіргі таңда ұзындығы 9 шақырым болатын учаскеге асфальт-бетон төсеу жұмыстары жүргізілуде. Туристік маңызы бар ауылдарды байланыстыратын Бурабай Қатаркөл жолына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар күрделі жөндеу аясында Щучье, Степняк, Уәлиханова және шығыс айналма Нұрсұлтан, Сарыоба станциясы автожолдарының негізі мен жабындысын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Жұмыстардың сапасы тапсырыс берушінің техникалық қадағалаудың және жол активтерінің ұлттық сапа орталығының тұрақты бақылауында. Алматыда өткен бизнес форумға Литваның индустрия министрлігі басшысы, көлік және коммуникация министрі Мариус Скуодис қатысты. Шараға екі елдің көлік, энергетика және өнеркәсіп салаларында жұмыс істейтін компаниялар да қатысты. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің басшысы Литва Қазақстанның Балты өңіріндегі маңызды сауда-экономикалық әріптесі екенін атап өтті. Форум аясында бірқатар құжаттар мен келісімдерге қол қойылды. Соның ішінде Литва өнеркәсіпшілер конфедерациясы мен Казлогистика Қазақстандық тасымалдаушылар одағы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Нұрсұлтанда 12-ші халықаралық тау-кен металлургия конгресі Астана Mining Metallurgy форумы өтті. Алқалы сөзінің премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов тау-кен металлургия кешенінің еліміздің дамуы мен қарапайым қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырудағы тарихи рөлін атап өтті. Сонымен қатар, осы аясында үздік геологтар мен кеншілерге, металлургтер мен осы кәсіпорындарға алтын Гефес салалық сыйлығы табыс етудің салтанатты рәсімі өтті. Сондай-ақ үздік студенттік жұмыс пен журналистерге дәстүр бойынша конгресс аясында Қазақстанның алтын өндірушілерінің 3-ші форумы ұйымдастырылды. Біз сипаттаған министрліктің осы аптада орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.